Егер қылмысы әшкере болса, өзінің сотталатынын біледі. Сондықтан берілмес бұрын ақша талап етуде. Ол қайда? Оны көргім келеді. Тоқтай тұр. Алдымен мынаны тыңда. Мені босатқаны жаңа, ал сен қайта қылмыс жасағанымды қалайсың ба? Бәрін тексердім, дауыл тұрды. Сөйтіп селде жүруі мүмкін. Сен түк жасамайсың, қайта жақсы емес пе? Шынымен келіспейсің бе? Жарайды, Лин ханым. Бәрін жақсы ойластырыпсыз. Саяси. Ол біреуден тергеп жүргенін біліп қойған. Сол үшін Лин Сиден қашу үшін ақша сұрапты. Бірақ ханым оған ақша бермеген. Сөйтіп, амалын таппай менімен жолықты. Жазамды жеңілдетсін дейді. Оны босатқан сәтте ақшасы да қалтада қалады. Полиция шақыр. Тоқтаңдар. Лин Сяси қайда? Оны көргім келеді. Режиссер де сол қызың қолшоқпар болған секілді. Алло, анашым? Кешкі асқа кел, Сяси де осында. Жарайды, қазір барам. Лин Сяси біздің үйде. Оны мен өзің сөйлес. Екеуің жақынсыңдар ғой. Иә, рахмет тәтей. Сен келдің бе? Дунлай? Ал сен не үшін келдің? Сяси осында ғой. Оны неге ертіп әкелдің? Менің ашуыма тигің келді ме? Анашым, ол сен алдады ғой. Ал сен әлді қырсығасың ба? Жетер енді. Нені айтасың? Кешіріңіз, хан ханым. Менің Сясиге қояр сұрағым бар. Содан соң кетем. Саған айтарым жоқ. Режиссер Жан маған есірткі беріп зорлауға тырысты. Оны жұмсаған сен бе? Ол мойындады ма? Шынымен сен екенсің ғой. Сясиден бір ағаттық кетті. Ол сені қатты жақсы көреді ғой. Дунлай, екеуің бірге өстіңдер. Оған көмектесші. Анашым, олай шатаспа. Оның қанша қылмыс жасағанын сен білемісің? Тәте, түрмеге отырғым келмейді. Сясиді жақсы білем ғой. Джун Линнің алдында кешірім сұраса да жетпей ме? Кешірім бе? Сонда барлық қылмысты кешіріммен өтей саламыз ба? Заң не үшін керек, хан ханым? Қылмыс деп асыра сілтемеңдер. Режиссер саған түкте істемеді ғой. Анашым, оны неге әлі қорғап отырсың? 6 жыл бұрын ол. 6 жыл бұрын не? Не болды? Айт. Қане? 6 жыл бұрын ол Дунлайды мүгедек қылды. Сосын тастап кетті. Шын ба? Онда мынау не? Бәрін тексердім, дауыл тұрады. Сөйтіп селде жүруі мүмкін. Егер Джун Линнен құтылсақ, мұны қайдан алдың? Бұл өтірік. Жала жапқаның үшін сотқа берем. Кісі өлтіруге бұйрық беру ол да қылмыс. Мынаған қара, оны таныдың ба? Ол полицияға ұсталды. Мойындағың келмей ме? Сяси. Бұл рас па? Демек, сенің кесіріңнен ұлым 6 жыл бойы мүгедек болыпты ғой. Сяси, бұл шынымен рас па? Жоқ, тәте, жоқ. Ол мен емес. Сен емес пе? Әлгі жігітпен жақынсыңдар ғой. Ол бұрын сотталған. Араларыңда не бар? Тәте, ол мен емес. Дунлай, сен білесің ғой. Сені бала күннен ұнаттым. Менің жалғыз арманым сендік болу. Саған зиян келтіріп, нем бар? Полиция шындықты анықтайды. Зиян келтірдім деймісің? 6 жыл бұрын әкең екеуің мені бопсалап, Дунлайдан кетуге мәжбүр еттіңдер. Сонда да сүттен ақсың ба? Сяси, сенен көңілім қалды. Жоқ, тәте, бұлай болады деп ойламадым. Не үшін мен... Маған емес, мына елге сенесіңдер. Айтыңдаршы. Сен тіпті әкеңді де өз қылмысыңа пайдаландың. Сяси, сен жауызсың. Жоқ, олай емес. Сяси, сен түрмеге қамаласың. Қалайша дәтің барда.
доғарыңдар. Оны мен емес деген, мен емес. Мен емес деген. Өзіңді кінәлі сезінбейсің бе? Мен емес дейім. Мен емес. Бәріне сен кінәлісің. Оған сен кінәлісің. Сені өлтірем. Донлай. 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 Мочи. 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 Ол тірі қалады. Тәңірім ұлыма жар бола көр. Тезірек жазылсыншы. Ханым, су. Өтінем жазылсыншы. Дәрігер, жағдайы қалай? Менің ұлым. Қауіп төніп тұрған жоқ. Наркоздан соң оянады. Оны көруге бола ма? Иә, ол қазір палатада. Рахмет, рахмет, дәрігер. Дәрігер, ескеретін дүние бар ма? Жақсылап емделуі керек. Хань ханым. Бәрі дұрыс. Аздап басым айналып тұр. Тәте, күні бойы нәр татпаған шығарсыз. Мүмкін үйге қайтарсыз. Донлайдың жағдайы бір қалыпты, оған өзім қараймын. Дұрыс. Егер сізге бірдеңе болса, мырзам оянғанда оған не деп жауап берем? Иә, өзіңізді ойлауыңыз керек. Жарайды. Айтпақшы, көп жылдар бойы сені түсінбей келдім. Өтінем, мені кешір. Мен үшін ең бастысы Донлайдың амандығы. Сізді үйіңізге жеткізіп салайын. Жарайды. Оған бас көз бол. Алты жыл өтті. Калайдың менің немерем болмағаны өкінішті. Тағы төбелестің бе? Мен не деп мазақтаса да бәрібір. О не дегенің? Сен қорғайым дедім ғой. Қазір сабағың бар ғой. Мен әйелім сабап жатыр. Ақырын сөйлесеңші, дәріс болып жатыр ғой. Ақымағай, менің кесірімнен сен қиналсаң, жүрегімнің қалай ауыратынын білемісің? Ботқа әзірлеп берейін. Джунлинге әкеліп бер, күні бойы түк жемеді. Хан ханым, директор Джон, немереңіздің емі әсер етуде деп естідім. Немерем бе? Қалайды айтам. ДНК жасатпас бұрын біздің емханада емделіп еді ғой. Демек, нәтиже бойынша Донлай оның әкесі ме? Солай ма? Дәл солай.可知道再多学